Бозатау районында спорттың кіші футбол түрі бойынша район аймағындағы мекеме һәм чөлкемдерде мейнет етіп отырған қызметкерлер арасында Бозатау районы хакім кубогы жарыстары болып өтті. Нәубеттегі хабарымыз міне осы хақында. Әләжға район хакімі һәм кеңжәмиятчілік уәкілдері қатынасты. Сөзге шыққанлар дәсілеп, барлық қатынасушыларға үмітлер тіледі. Бұндан соң ойынға старт берілді. Сонда айрықша тілге алуымыз керек, мекеме һәм чөлкемдерден жәмі 25 команда қатынасып, дәсілепкі саралау басқышларына жеңімпаз болған мекеме һәм чөлкемдердің командалары финал басқышлары жарыстарында өзара күш сынасты. Қызғын белдесулерге бай өткерілген жарыс шумағында жеңімпаздар анықталды. Атап айтқанда, бірінші орынды Бозатау районы айрықша жағдайлар бөлімі командасы, екінші орынды бірінші санлы Улыма орта білім беру мектебі командасы һәм үшінші орынды районлық спорт мектебі командалары жеңіп алуға мияссар болды. Жеңімпаз һәм сыйлық орын иелері район хакімлігі тарапынан даярланған бағалы сауғалармен қошаметленді. Районымызда кіші футбол бойынша хакім кубогы басланып, мінекей неше ай давам етті. Міне МЧС командасы бірінші орын, Бозатау район бірінші санлы мектебі екінші орынды иеледі, һәмде спорт мектебі үшінші орынды иелеп, мінекей ойындарымыз жақсы өтіп, жақсы жұмақланды. Әрқилі футбол, волейбол, баскетбол, шахмат, шашка ойындарын шөлкемдестіріп, міне соларды спортшылардың қатынасуына өздерінің айрықша үлестерін қосып жатырыпты. Мекеме басшыларына, халқымызға рахмет. Һәмде осы қатынасқан 25 мекеменің сол мекеме басшыларына, футболға қатынасқан ойыншыларымызға зор денсаулық тілейміз. Хәмеше осындай жарыстар болып тұруын қалаймыз.